Всем привет. Қойшы, ұялып тұрмын. Давай. Всем привет. Қайырлы кеш. Мам, пап, барлығыңызға бізден үлкен сәлем. Сәлем. Мам, өткен туғаныңыз құтты болсын. Мам, сіздің келе жатқан туған күніңіз құтты болсын. Біздің осыған орай сіздерге саяхатқа билет сыйлайық деп едік. Да, жан? Да. Да. Сіздерге бір естелік қалғымыз келді осы туған күндеріңізді. Саяхаттың уақыты июнь айына белгіленген. Бұйыртса, сіздер мама папа болып барлықтарыңыз саяхатқа шықсаңыздар деп өзіміз армандап жүр едік. Сол арманды біз орындасақ деп едік. Сол үшін чемодандарыңызды дайындап жазды бірге күтейік. Ал енді алда қай елге баратындарыңызды көресіздер. Да, қазір сіздерде алдарыңыздан шығады. Сердцебиение мы уже достаточно сформированные. Это желточный мешок. Это у нас получается эмбрион. Матки сидит, хорошо сидит, угрозы нет. Шейка закрыта. Так, давай сделаем. Вот такая шейка, и он в матке. Так, по размеру эмбриона срок беременности делает 6 недель, 4 дня, 30 июня, предполагаемая дата родов. И 7 недель по плодному яйцу, 24 июня, плюс-минус предполагаемая дата родов, это по плодному яйцу. И сердцебиение в минуту делает 150 ударов. 120-160 это абсолютная норма. Шейка закрыта, матка супер, плодное яйцо ровное, кругляшочек. Так, еще раз. Вот так мы выглядим. Вот такая лялечка. Пока непонятно. Ой, как непонятно. Вот понятно, бәрі понятно. Смотри. Вот смотри, вот она. Енді жаңағы видеоны біз бір дубльмен түсірдік, чтобы жаңағыдай ішіміздегі эмоциямен бәрімен сразу шығып тұрсын дегендей. Енді сіздер көргендей осы сіздердің армандарыңыз, бәріміздің де ойларымыз шықты. Бұйыртса ата апа боласыздар. Құттықтаймыз сіздерді. Біз үйде қазір түсіріп отырмыз. Ар жақта мама Елнұр бар. Не айтасың өзің ішіндегі бөліші? Не айтам? Қобалжып тұрмын мен. Біздерді барлығымызды құттықтаймын. Бұйырса біз тұңғышымызды, сіздер тұңғыш немерелеріңізді аман есен қолдарыңызға алыңыздар, бауырларыңызға басайықтарымыз. Бақытты отбасы болып жүре берейік. Сіздерге көп рахмет, бізді осылай бізге жақсы өмір бергендеріңіз үшін. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Өстіп бізді ешнәрседен кем қылмай өсіріп тәрбиелегендеріңізге. Бұйыртса енді осының барлығын мың еселеп өздеріңіздің немерелеріңізге де жіберіңіздер. Күш-жігерлеріңіз одан сайын артсын, өйткені алдағы сіздердің жұмыстарыңыз одан сайын көбейеді демекші. Сондықтан да давайте көріскенде сөйлесеміз. Жақсы көреміз сіздерді.